32 жастамын, бірақ әлі тұрмысқа шықпаған. Себебі не болуы мүмкін? Негізі тұрмысқа шықпаған қыздарға бәрі, ой, сенің андай травмаң бар, мынандай травмаң бар, өзімен жұмыс істеу керек деп айта береді, бірақ бұның бірнеше себебі болуы мүмкін. Бүгін соны айтып кетейін, 3 себебін айтып кетейін. Бірінші себеп, мен өзім 26 жасымда тұрмысқа шықтым. 26 жасқа дейін, 22-23 жастардан бастап, мен 3 жыл, 4 жыл кәдімгідей прессингтің астында жүрдім. Яғни туысқандар, жақындар, қашан жігіт қайда, қашан таныстырасың, қашан тойға барамыз деп пресс жасайтын болатын. И сол үшін мен сіздерді жақсы түсінемін. Бұл жерде айтайын дегенім, лично мен өзімнің проблемам қандай болды. Оказывается, менің ойымда бір идеальный картинка болған екен. Мысалы, менің ата-анам ажырасқан, өзіміздің Алматыда қаласында үйіміз болмады. Одан кейін тағы кейбір ақша жағынан проблемалар болды. И сол үшін менің ойымда мынандай картинка бар екен. Менде ұзату болса идеальный болу керек. Мені мама мен папам қол ұстасып шығарып салса, олар ажырасқан ғой, это невозможно. Одан кейін әдемі артымнан приданное келсе, жасау келсе, мысалы, мен өз үйімізден бізді ұзатса, съемный квартирадан емес деген, маған тікелей қатысы жоқ. Яғни мен мама папаларының достасқанын күтіп жүргенмін, олардың үй алғанын күтіп жүрдім, солар ақша зарабатывать етіп, мен шығарып салғанын күтіп жүрдім. И сол үшін мен көбінесе жауапкершілікті соларға іліп қойып, сол әдемі идеальный картинкамның болғанын күтіп жүрдім. Бірақ, во-первых, это нереально, потому что уже ата-аналарымыз уже өздері үшін шешім қабылдап, ажырасып, әркім өз өмірін сүріп жатыр. Олар мен үшін арнайы келіп, қосылып, махаббат болу, это мүмкін емес нәрсе. Но мен сондай детский позициядан солай қалап жүрдім. И менің миымдағы картинка орындалмағанша мен тұрмысқа шықпаймын деген сияқты установкамен жүрген екенмін. Но, слава богу, со временем эта установка поменялась, и я все-таки встретила своего человека, и мы поженились. Екінші себеп, яғни бірінші себеп, сіздің миыңызда жауапкершілігі басқа адамда болған кейбір картинкалар, кейбір установкалар бар болуы мүмкін. Екінші себеп, бұл менің уже кейсімда болған, яғни өзім жұмыс істеген бір қыздың историясы. Керемет, из классной семьи девочка, высокая, красивая, ақылды, жақсы жұмысы бар, үйі бар, машинасы бар, мамасы, папасы, ағасы бетіп алақанды ұстайды. То есть травма десең травмасы жоқ ешқандай. Сондай бір қыз консультацияға келді, 35 или 37 жасында. Неше түрлі жігіттер артынан жүгіреді, бірақ әйтеуір до конца бармаймыз. И бұның себебі неде деп келді. Біраз жұмыс істегеннен кейін мынандай нәрсе шығып келді. Кішкентай кезінде мамасы оған ойнап айтыпты, мен сен мынандай өлең бар, айналайын баладан, тауып алған шанадан, түсіп қалған шанадан деп сөйтіп сол өлеңді айтып отқан кезде кішкентай 2-3 жасындағы қыз мамасынан сұрайды, мама, сен шынымен мені шанадан түсіп қалған жерден тауып алдың ба дейді. Сол кезде мамасы айтады екен. Енді ойнап күліп айтады ғой, мен бір күн далаға шықсам, огородқа сені шананың үстіне бай кісілер Волгамен әкеп тастап кетті. Мен сені жүгіріп барып алып алдым, содан бері сен менің қызымсың деп ойнап айтқан екен. Бірақ кішкентай бала сол әңгімеге, сол сөзге қатты сеніп қалған. И в тот момент у ребенка образовалось 3 установки. Біріншісі, Волгадағы бай адамдар мені тастап кетті, значит, мен бай адамдарға тұрмысқа шықпаймын. Сол үшін бұл қызға постоянно әлсіз, ақшасы жоқ, сондай бір альфонс жігіттер кездесе беретін, и бұл қыз олармен до конца бармайтын, яғни тұрмысқа шықпайтын ол жігіттерге. Екінші установка, мен максимально осы үйде қалуым керек. Неге? Себебі мен мама-папамды жақсы көремін. Мені басқа адамдар, яғни менің туған ата-анам, мені тастап кеткен ата-анам мені алып кетпеу керек. Сол үшін мен көбірек осы үйде, осы ата-анаммен бірге қалуым керек, жүруім керек деп, бұл қыз кішкентайынан постоянно ата-анасы қайда барса да жабысып қалмай, даже қонақта 4-5-ке дейін, таңға дейін отырыстар болса, 4-5-ке дейін мен қасында отыратын, бүйтіп ұйықтамайтын, мен как будто сол үйде тастап кетуі мүмкін деген бір ішінде тревожность болатын. То есть у нее появилась установка во что бы то ни стало оставаться все время рядом с мамой, рядом с папой. И үшінші установкасы, мен осы менің қазіргі ата-анам, олар мені асырап алды деп сеніп жүр ғой кішкентай қыз. Мен соларға жағу үшін барлық нәрсе
нәрсені соларға жағу үшін жасауым керек. Яғни сабақты 5-ке оқиды, тәртібі де тым жақсы, барлық жағынан такая идеальная дочь, идеальная жизнь, но личная жизнь у нее не складывается. Почему? Потому что личная жизнь особо кроме нее никому как бы не нужна, да, считается. Ата-анасына да аса керек емес. Ата-анасының алдында сондай тәртіпті, жақсы, бай, жұмысын күшті істейтін, сабақты жақсы оқитын, сондай қыз болып өсуін қалады. И вот сол установкалармен бұл қыз өмір сүріп келген. Біз осы 3 установкамен жұмыс істегеннен кейін сол қыз тұрмысқа шығып кетті. Яғни бұл жерде екінші себеп, сіз өзіңіз даже білмейтін, түсінбейтін, кішкентай кезіңізде қорқып қалған, немесе дұрыс қате түсінген бір установкаларыңыз болуы мүмкін, соларды шешсеңіз болады. Одан кейін үшінші мәселе, бұл просто адамның болмысы. Мысалы, сіз өте нәзік, немесе бір ойыңыздағы өзіңіздің бір неңіз бар, картинкаңыз бар деп айтайық. Яғни бұл сіздің болмысыңызда бар нәрсе. Мысалы, мен ешқашан мынандай жігіттермен жүрмеймін. Неге? Себебі мен мынаны ұнатпаймын, мынаны қаламаймын, мынаны не қылмаймын, то есть қабылдамаймын деген бір ойыңыз бар. Әрине, бұл сіздің құқығыңыз. Сіз өзіңіз қалаған адамды кездестіргенше жүре берген шығарсыз. Яғни өзіңіздің прям нәсібіңізді деймін ба, соны күтіп жүрген боларсыз. Бұл уже тағдырдың ісі дейміз ба, или уже әркімнің өзіне тікелей байланысты емес, просто күтуге, яғни ожидать етіп, сабырмен күту ғана қалады. Вот, 3 себеп осы. Ол психолог қалай айтқанын мы точно не знаем. То есть психолог мог говорить одно, а человек может понять совсем другое. Өзіне керегін ғана алып алуы мүмкін, или солай түсініп алуы мүмкін. Или вырвано из контекста болуы мүмкін. Мысалы, вот есть же люди и замужем, и несчастливые. Ну, почему ты цепляешься за счастье, что тебе как будто сделает мужчина счастливый деген ойды айтса, мысалы, точно все замужние несчастливые деген не установканы бүйтіп жаңағы жұлып болуы мүмкін. Потому что некоторым людям так легче живется. То есть оправдывать свое состояние тем, что не все счастливые, тем, что это не всем, то есть, или наоборот, все несчастливые в браке. То есть перевертыш, обратная сторона этой проблемы. Түсіндірелдім ба? То есть, например, все в браке счастливые и все в браке несчастливые. А вот ортасы, что есть и счастливые люди в браке, и несчастливые, он қабылдай алмай тұр, да? То есть она взяла с одной стороны, что как будто если я выйду замуж, я буду счастливой деген ойын алады, да? А екінші жағы, типа, она потом взяла и перевернула сол ойды, точно, я в браке точно тоже буду несчастливой, зачем мне брак деген?